Бейнероликтің демеушісі One X компаниясы. Жоғары кайфтер, жедел төлемдер және оперативті қызмет көрсету орталығы тек сол жерде. One X сілтемесі төменде. Өткенде шыққан тура осы тақырыптағы бейнеролик небәрі бірнеше сағатта 2000 лайк жинады. Сіздерге осындай форматтағы бейнероликтер ұнайтынына қатты қуаныштымыз. Белсенділіктеріңіз үшін шексіз алғыс білдіреміз, достар. Олай болса, дәл осы бейнероликке де әдеттегідей 2000 лайк қадып, 4-ші бөліміне аяқ басайық. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Роналду да Месси де әлемнің үздік футболшылары. Ойын үлгілеріне келсек, маған әрине Криштиану ойын үлгісі қатты ұнайды. Десе де үздіктерге келсек, Леон нөмірі 1 футболшы. Роналду ма Месси ма дейсіз бе? Меніңше Криштиану Роналду әлемнің үздік футболшысы. Мен оны MU сапында жаттықтырып барлық қабілеттерін өте жақсы білемін. Лео болса бөлек ойын мәнерін ұстанатын футболшы. Әрине ол да құрметке өте лайықты. Мен Кришқа да қарсы, Мессиге де қарсы ойнадым. Меніңше Леоға қарсы ойнаған әлде қайда қиын. Әрине кімне десе де өзінің жеке пікірі. Десе де меніңше Облак өткен бейнероликтегі Тевездің айтқан ойынан айқын дәлелі. Месси Облактың қақпасына барлық мансабында небәрі 4 гол соқса, Роналду 3 мәрте хитрик соға отыра 12 рет гол соқты. Сөйте тұра Леоға қарсы ойнаған қиындау дегені қалай кетті. Месси мен Криш арасында таңдау жасау өте қиын. Екеуі де жыл сайын бәсекелесе отыра бір-бірінен үздік болуға тырысады. Екеуі де маған гол соқса да Леоның не істейтінін болжау сәл қиындау. Бұл жерде енді Нойердің пікірмен келісе болады. 2015 жылы Лео Нойерді шынымен де мазақ қылды. Екеуі де сөзсіз олы футболшылар. Мессидің ойын үлгісі өзгеше. Лео сәл тереңдікте плеймейкер тәрізді ойнаса, Роналду айбалаңды нағыз құбыжыққа айналады. Кришқа қарсы ойнаған әлде қайда қиындау, себебі ол әр сәтті голға күтпеген жерден айналдырып жібереді. 2018 жылғы 4-тік финалдың алдында Роналду мені түнде ұйқыдан айырды. Меніңше екеуі де өте мықты ойыншылар. Бірі бір компонентте үздік болса, басқалары басқа аспектте үздік. Мен үшін екеуі де бір деңгейде. Сол себепті 50-50 деген пікірде қаламын. Екеуінің қазіргі командаластары Де Йонг пен Де Лигт әлі Аякс сапындағы жылдары өздерінің таңдауларын жасап қойған еді. Де Йонг алғашқы жауап беріп, Лео ма Криш па, бұл жерде сөзсіз мен үшін Месси үздік. Меніңше де Месси үздік футболшы сияқты деп Де Лигт қосылған болатын. Сөзсіз Лионель Месси де Роналду да әлемнің үздік футболшылары. Месси әрине дарынды фантастикалық ойыншы, десе де маған Криштианудың ойын үлгісі қатты ұнайды. Роналду ма Месси ме? Бұл өте әділетсіз. АПЛ мен Чемпиондар лигасындағы арасындағы таңдау сияқты. Меніңше Месси үздік, десе де екеуі де мені футболға ғашық етеді. Келесі бөлімі жоғарыда айтылғандай 2000 лайктен кейін. Олай болса тездетіп шығуына себепкер болайық. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.